Енді жалпы биыл біз барлық нелерде бақ өкілдеріне де өзіміздің шыққан конференциялар, пресс-конференцияларда да айтып жатырмыз. Биылғы жыл енді сонда рекордтық көрсеткіш, әртүрлі жол құрылысы мен ремонттардың түрімен 414 шақырымды қамтыдық. Оның ішінде енді биылғы жылы бітіп тапсырылатын 300 шақырымнан асатын жолдар. Оның енді көбісі біздің ішкі орамдық жолдар, біздің ықшам аудандағы ішкі орамдық жолдар. Енді мына магистралдық жолдарға келетін болсақ, енді өздеріңіз көріп отқан боласыздар, Байтұрсынов көшесі, Асқаров көшесі, Республика көшесі, Түркістанский көшесі, Жангелдина, ар жағында не бар? Мынау неге Чапаевқа баратын үлкен көшелер, Анарова көшесі, Төле би көшесі, өте көп көшелерді биыл жасадық. Осы мынау Шымкентте бұрын болмаған осы орташа жөндеумен 300 километрден аса жолды қамтыдық. Бірақ бұл ремонттың жасаған кезде жолды тек қана бетіндегі жабындық асфальтты ғана ауыстырып жатқан жоқпыз. Сонымен қатар жолаушыларға да жағдай жасап жатырмыз. Жаяу жүргіншілерге тротуарлар жасап жатырмыз. Мәселен, мынау Жангелдин көшесін барып көрсеңіз, немесе Асқаров көшесін барып көрсеңіз, келесі жылы Республика көшесін жасаймыз. Қандай керемет күшті тротуарлар жасалды. Несі ені 3 метрден тұратын 3 адам жаңағы беймарал жүре беретіндей. Сосын веложолақтар да салынып жатыр. Жалпы жолдардың құрылысына келетін болсақ, біз биылғы жылдың өзінде 7 көпірдің құрылысын бітірдік. Оның ішінде 3 көпір мына осы қараша айында бітірдік. Маятаста, Тоғыста, сосын Елтайда. Ертең 1 желтоқсан күні мына мал базарының тұсында үлкен Ташкентке шығатын жолдағы үлкен көпірдің құрылысын тапсырайын деп жатырмыз. Жолдарға келетін болсақ, біз Қонаев көшесін ары қарай салу жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Көрген боларсыздар, анау Түркістанский көшесінде Банядан кейін бір 700 метрдей жол салып қойдық, ол ары қарай салына береді. Сосын мына А2 дейді, айналма жол, ол мына Алматыдан келіп Ташкентке қарай шығып кететін жол. Ол 8 участокқа бөлінген. Соның бірінші участогын биыл бітіріп жатырмыз. Ол баяғы ескі қоқыс свалканың орнында. Одан кейінгі екінші участок мына неден Алаш базарға дейін. Үшінші участоктағы біздің Бекжан базарындағы жол айырылық. Төртінші участоктасы мына коммунизмнің ішінен шығып, қазіргі біз салып жатқан көпірге дейін, мал базарда көпірге дейін баратын. Төртінші участок көпір, бесінші участок сол көпірден ары қарай Ташкент трассасына шығып кететін жол, Қазығұрт микрорайонындағы. Олардың бірақ бәрі өзінің кезең-кезеңімен салына береді. Қонаев көшесінің жалпы құрылысы 36 миллиард теңгені қажет етеді. Қонаевта бізде 8 кезеңге бөлінген, 8 этапқа. Бірақ қазір әкім тапсырмасы бойынша біз бірінші кезекте 5 этапын 5 кезеңді бітіреміз. Сол 5 кезеңді бітірген кезде біз мынау Бәйдібек көшесі ары қарай Қонаев көшесіне жалғасып, тікелей Бадам көпірінің үстімен Сәуле микрорайонының ар жағынан Ташкентке қарай шығып кетуіміз керек. Оны енді біздің жобамыз бойынша, егер де біздің жоспарлаған жоспарымыздың бәрі іске асатын болса, 23 жылдың аяғына дейін бітіруіміз керек. Оның бер жағында сосын біз тағы да жол айрылықтардың құрылысын бастадық. Өткенде сіздерге айтқан болатынбыз, Қонаев пен Рысқұловтағы жол айрылықтың құрылысын бастадық. Оны енді әкім тапсырмасы бойынша келесі жылдың аяғында сол жерде жол жүруді ашып жібереміз деген сондай жоспар құрып отырмыз. Сол жоспарға байланысты биылғы жылда өздеріңіз өте көп жүрген шығарсыздар, өте қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Енді ол жерде де бір 50 шақты жер телімдерін мемлекеттің мұқтажына қайтару керек. Сол жұмыстардың бәрі бітетін болса, біздің жоспарымыздың бәрі іске асатын болса, келесі жылдың аяғында жол айрылықта жолды жібереміз. Содан кейін мынау Изуми сауда үйінің жанында екінші жол айрылық салынады. Үшінші жол айрылық ары қарай Назарбаева, Назарбекова үшеуі қосылатын жерде сол жерде болады. Төртінші жол айрылық Бәйдібек пен Төлеметов көшесінде. Олардың да бәрінің жобалық сметалық құжаттамалары бәрі дайын. Изумидің алдында салынатын екінші жол айрылықтың бүгінгі күнде мердігері де анықталып қойған, BE Group компаниясы. Сондықтан оларды да кезең-кезеңмен іске асыра береміз. Бесінші жол айрылығымыз қазір біздің жобалық сметалық құжаттамасы дайындалып жатыр. Келесі жылы экспертизадан, сараптамадан шығу керек. Ол мынау Жібек жолы мен Сайрам көшесінің қиылысындағы ескі пивзаводтың тұсындағы Сайрамға кететін жерде 5 жол айрылық бізге салыну бар.
жалпы мынау транспорттық инфраструктураға келетін болсақ, тек қана жолдан тұрмайды, транспорттық инфраструктураға жаңағы веложолақ та кіреді, тротуар да кіреді, аялдамалар да кіреді. Мынау егер өздеріңіз білетін болсаңыздар, 1-қыркүйектен бастап Шымкент проекті біз іске қостық. Қазіргі таңда бізде 40 велостанциямыз бар. Оның ішінде 10 шақты велостанцияны бұрын жаңағы болмаған жерлерге салдық. Неге олай салдық? Өйткені ол жерде веложолақтар пайда болды. Мәселен, Асқаров көшесіне салдық, Байтұрсынов көшесіне салдық, Дендропарк жағына дейін, Республика көшесінде, Жангелдин көшесінде бұрын ол жерде велостанциялар болмаған, өйткені велодорожка болған жоқ. Бірінші адамдарды сен велосипедке отыр деп үгіттей бергенмен ол ешкім отырмайды, оған жағдай жасау керек. Сондықтан бірінші веложолақтарды салу керек, екінші велостанцияларды салу керек. Қазір бізде 40 велостанция, 160 велосипедіміз бар, сұраныс өте жақсы. Ол жерде бізде жекеменшік әріптестікпен, мемлекеттік жекеменшік әріптестікпен іске асырып жатырмыз. 5 жылға келісім шартқа отырып жатырмыз. Олар соны күтіп ұстайды, жаңағы велосипедтерді орнына ауыстырады, бұзылғанын жөндейді. Қысқа жаңағыдай қысқы доңғалағын салады, жазғы қысқы деген сияқты кәдімгі үлкен машиналар сияқты. Сондықтан біздің Шымкенттің ауа райы оны жыл бойына қолдануға мүмкіндік береді. Алматының өзінде жыл бойы қолданып жатыр. Біздің ол велобайк бойынша да жоспарымыз, дәлірек айтқанда, келесі жылы тағы да бір 30-40 велостанция, тағы да бір 100 велосипедте аламыз деген жоспарымыз бар. Аялдамаларға келетін болсақ, бізде жалпы Шымкент қаласында 2000-нан астам аялдама қажет. Қазіргі таңда бізде 700-дей аялдама мүлдем жоқ, керек жерде. Біз енді қалай жасап жатырмыз? Биыл өздеріңіз білесіздер, 260 аялдама салдық. Ол 260 аялдаманы салған кезде 145-і бұрын ескі аялдамалар болған. Соларға жаңа аялдама салдық та 145 аялдаманы оны жаңағы шеткі ауылдарға, кейін қосылған ауылдарға мүлдем аялдама жоқ жерлерге қойып жатырмыз. Келесі жылға да сол 600 миллиондай шамасында бөліп жатыр, сол 300-дей аялдама салуымыз керек. Жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға келетін болсақ, тротуарларға енді жалпы бізде қалада 700 километрден астам жаяу жүргіншілерге арналған жолдар бар. Оның 50%-ында өзінің жөндеуін қажет етеді. Сондықтан келесі жылға да біз осы қалалық бюджеттен сұраныс жасап, келесі жылға да оған ақша бөліп жатырмыз. Қоғамдық көлік деген ол өте үлкен әлеуметтік маңызы бар сала. Мынау денсаулық саласы, немесе білім саласын біз әлеуметтік сала деп естиміз ғой. Қалаларда қоғамдық көлікте сондай әлеуметтік сала деп естіледі. Әлеуметтік жаңағы субсидиялауды қажет ететін дүние, өйткені ол қалалардағы қоғамдық көліктер өз-өздерінің құнын ақтамайды. Мынау дамыған жәндегі шетелдегі елдердің де алып қарайтын болсақ, ол жақтарда да қоғамдық көліктер мемлекетпен субсидия беріледі, соның арқасында олар ұстап тұр, өйткені оларды қымбат болған өзінде. Орта есеппен, мәселенке Европада сіз жол жүретін болсаңыз, бір 50 цент болады. 50 цент дегеніңіз 250 теңге. Бізде 70 теңге. Сондықтан оларда да ол 50 цент 250 теңге жетіспейді. Олардың да жаңағы өзіндік құны, себестоимости 1,5 евро болады. Сонда где-то 1 евроны қалалық бюджет жаңағы тасымалдаушылар субсидировать етеді. Бірақ олардан жаңағы тазалықты, сосын уақытылы жүруді, сосын жиі жүруді солар талап етеді. А бізде 87 маршруттың бар жоғы 28-ін ғана субсидировать етеміз. Сондықтан да бізде осы мынау Мұрат Дүйсенбекұлы біздің осы ұсынысымызды қолдады. Біз жаңа маршрут жаңағы жүйесін жасадық. 78 маршруттан тұратын. Ол 78 маршрут қаланың барлық жерін қамтиды. Оның ішінде бұрын соңды қоғамдық көлік жүрмеген 42 шақырымға барады. Сосын көп жаңағы бізде нелерді, қоғамдық көліктерді көбінесе бір көшемен жүргізіп үйретіп қойғанда адамдардың бәрін сол көшеге жүруге мәжбүрлеп қойған. Мәселенки Байтұрсынов көшесі, немесе Төле би көшесі. Автобустарды жаңағы традиционный сол көшелермен көп жүргізгендағыны адамдардың бәрі сол жерге барып үйретіп қойған. Сондықтан біз ондай нелерді жаңағы привозной маршрут деген өзінің саласының өзінің терминдері бар. Жаңағы хабтар дейді, жаңағы көп автобустар шоғырланатын жер. Бұл әдетте базарлардың тұстары, немесе жаңағы автовокзалдардың тұстары. Сосын жаңағы привозной маршрут дейді, ол мынау шеткі ауылдардан ортаға дейін алып келетін. Содан кейін магистральный маршрут дейді, қаланың ішінде айналып жүретін. Бұрын Шымкентте ондай маршруттар болмаған.
Сондықтан біз оны бір жүйеге келтіріп қазір жасадық 78 маршруттан. Соны бізге іске асыруға не кедергі бар? Бізге іске асыруға осы мынау жаңадан келген автобустардың біз іске қосылмай жатқанымыз кедергі болып жатыр. Бірінші кезекте біз бұл жаңағы нелерге 78 маршруттың бәріне жаңа автобус қойып, 800-ден асатын автобус. Олардың бәрін субсидиялауымыз керек деп. Әкім оны қолдады. Енді қалалық бюджеттен керекті субсидия көлемін берем деп жатыр. Бірақ ол тасымалдаушыларға субсидияны төлеу әділ болу үшін біз олардың табысын айқындауымыз керек. Олар табысын жасырады ғой, көбірек субсидия алу үшін. Сондықтан бұл айқындайтын бірақ жол бар, бұл электрондық билет. 15 қарашадан бастап біз төлем электрондық жүйесін енгіздік. Электрондық билеттің қазіргінің өзінде мәселеге бізде Шымкент бас деген тасымалдаушы компаниямыз бар ғой, 49% СПК-ге, 51% жаңағы жекеменшік кәсіпкерлікке. Сол жердегі біздің көріп отқан қазіргі мынау осы электрондық төлем арқылы көріп отқан жүйемізде бізде 30%-ға дейін біздің неміз Шымкент бастың табысы 30%-ға шейін артты. Бұл мына электрондық жүйеге көшкен кезде біз тасымалдаушылардың табысын айқындаймыз. Бұл тасымалдаушыға да тиімді, өйткені олар қазір жүргізуші мен кондукторға тәуелді. Олар кешке автобустардың иелері сол жаңағы кондуктор мен жүргізушіні күтіп отырады, қанша ақша келеді екен деп. Өйткені ол әр автобуста жүріп тексермейді ғой, кім қанша ақша алып жатқанын. Бұл олардан тәуелді. Біз солардан тәуелдіктен шығуымыз керек. Мәселенки басқа қалаларда осы электрондық төлеу жүйесін енгізген кезде, кейбір тасымалдаушылардың жаңағы несі табысы 19 есеге шейін өскен. Мәселенки Алматы қаласында тасымалдаушылардың бір жылда төлейтін салығы 4 есе өскен бір жылдың ішінде. Өйткені электрондық жүйеге түскен кезде автоматты түрде сразу салығы төленеді. Енді осы төлемге келетін болсақ, бірінші кезде бізде біраз проблемалар болды. Ол мына Билайн компаниясының жаңағы бірінші сол біз енгізген күні бір 2 сағаттық сбойы болды интернеттің. Одан кейін бірінші бір 10 күндей карточканың жетіспеушілігі болды. Біз мүлдем ондай қиындық болады деп ойлаған жоқпыз. Содан кейін біздің күткен қиындықтарымыз болды. Күткен қиындықтарымыз біз білдік ондай қиындық болатынын. Ол жаңағы мынау жүргізушілер мен кондукторлардың саботаж. Олардың өйткені олар табыс көзінен айырылып отыр. Біз оны күттік, олай болатынын білдік. Біз оған контролер шығарып жұмыс істеп жатырмыз. Бүгіннен бастап волонтерлармен жұмыс істеп жатырмыз, шығарып. Осы бірінші неден бастап, желтоқсаннан бастап нені көбейтеміз, сан контролерларын. 9 қарашадан бастап біз әртараптық дифференцированный тарифқа көштік. Карточкаңыз болмаса 100 теңгеден төлейсіз деп. Енді біздің келесі қадамымыз осы егерде мынау қазір жүйені ретке келтіретін болса, онда сіз қолыңызда төлем карточка болса, сіз автобусқа отырасыз, егер жүйе істемесе, сіз тегін жүресіз. Сонда жаңағы бұрын әдейі өшіріп қоятындар ғой, істемейді деп қалтаға ақша алғысы келетін. Сонда ол оған да бермейсіз, сонда мүмкін өзінің жаңағы қызғаншақтығынан ең болмаса маған төлемесе жүйеге төлесін деген сияқты мүмкін болатын шығар деп. Бұл да біздің алдымызда өтіп кеткен жаңағы тәжірибе. Алматы қаласында да бұл осындай жағдай болған. Сондықтан біз қазір бұл неге енгізе алмадық? Біздің жүйеміз дайын болмай тұр. Жүйеміз осы мынау желтоқсан айында егер аяғын бітіретін болса, онда біз оған ертелі кеш көшеміз. Сонда төлем карточкасы бар адам қорықпай автобусқа отыра береді. Жүйе жаңағы жұмыс істеп тұрса төлейді, жұмыс істемесе тегін жүреді. Сонда бұл жерде ұтылатын кім? Тасымалдаушы, сосын қызмет беретін компания. Бұл жерде осы мына төлегеннен табатын тасымалдаушы табады, сосын төлемнің иесі табады ғой. Сонда екеуі де табысынан айырылады егер жүйе істемесе. Сондықтан бұл төлем жүйесінде бір ретке келтіреміз деп мен ойлаймын. Қазіргі таңда енді карточкалармен ешқандай дефицит жоқ. Қазіргі таңда бізде қалада бос сатылымда 50 мыңдай карточкамыз бар. Жүйеге енді жаңағы осында сіздер арқылы біздің мынау қоғамдық көлікті қолданатын адамдарға мен жасайтын бір өтінішім, егерде жүйе істемейтін болса, онда жаңағы кондуктордан немесе жүргізушіге айту керек, жүйені қосып көрсетіңіз маған аппаратты деген сияқты. Немесе 100 теңге төлемесін, 70 теңге ғана төлесін. Біз айттық, егер адамның қолында жаңағы карточкасы болатын болса, жүйе істемейтін болса, 70 теңге төлейді. Карточкаңыз болмаған жағдайда ғана 100 теңге төлейсіз. Сондықтан бұл бірденен болатын шаруа емес. Біз оны күттік. Бұл енді мына
15 қазанда, қазір мына 1 ай болды. Енді мен ойлаймын, осы мынау біздің 21 жылдың басында, қаңтар айында, ары кеткенде біз ақпан айында бұл жүйені толық іске қосамыз, барлық жаңа мен айтылған жаңалықтармен бірге. Сондықтан бұл да енді өзіміздің қазір осы тасымалдаушылардың табыс көзімізге айқындап береді. Сол арқылы біз субсидия жасаймыз, сол арқылы енді келесі жылда осы 2 жаңағы газовый заправка салып жатырмыз. Тағы бір проблемасы 590 автобус біз іске қоса алмай жатқанымыз. Енді төлемді енгіздік қой, бізде газ заправкалар жетіспейді. Бізде жалғыз газ заправка бар. Ол жерде жаңағы ТБАС компаниясының. Қазір олар сол жаңағы ненің заправканың мүмкіндігінше тағы да 150 автобус ертең 1 желтоқсанға қосайын деп жатырмыз. Қалған жаңа 440 автобусты біз осы мынау Қазтрансгаз компаниясы бірінші заправкасын жаңа жылға дейін бітіреміз деп, 30 желтоқсанға шейін бітіреміз деп уәде беріп отыр. Екіншісін наурыз айында бітіреміз деп уәде беріп отыр. Сонда біз наурыз немесе сәуір айында барлық 590 автобусты енгізуіміз керек. Жаңа жүйемен, жаңа электрондық системамен, субсидиясымен. Сол кезде біз толыққанды тасымалдаушыларын талап ете аламыз. Уақытылы жүрмесе, ақшасынан субсидиясынан ұстап қаламыз. Автобус кірі болса жаңағы ұстап қаламыз. Деген сияқты жаңағы шопыр дұрыс жүрмесе ұстап қаламыз. Сондай мәселелер. Сонда тасымалдаушыға уақытылы жүрмеу тиімсіз болады. Оған ішінде адам болсын болмасын, сол уақытылы жүру оған субсидия кезінде тиімді болады. Неге біздің жәндегі тасымалдаушылар мынау адам көп кезде автобустар шығарады, таңертең мәселенке сағат 7:30 мен 11-дің арасында, одан кейін автобус күрт азайтып жібереді, соң кешке 5-6-дан 8-ге дейін. Ең көп адам жүретін кез сол кезде жәндегі тығылыстырып адамдарды кіргізіп көбірек пайда табылғысы келеді, басқа кезде автобус шығарғысы келмейді. Өйткені ол деген басқа кезде жүрген кезде жаңа бензині кетеді, адамдарға зарплата төлеу керек, машинаның жәндегі износы бар деген сияқты, ол невыгодно, тиімсіз да, тек қана сол кездер тиімді. А біз толық субсидия жасаған кезде біз неден қарап отырамыз, жүйеден қарап отырамыз, диспетчерлік жүйеден. Әр уақытпен жүрген сайын. Соны, например, ол жерде плавающий маршрут дейді. Плавающий маршрут дегенде, мәселенке сіз бір маршрутта 20 автобус болу керек, ол жаңағы пик уақытында. Таңертең 7-ден 10-ға дейін 20 автобус болады, допустим, 10-нан 12-ге шейін ода уже 15 автобус болуы мүмкін да. Сосын сағат 5-ке дейін 12 автобус болуы мүмкін, а 5-тен 8-ге шейін қайтадан 20 автобус болу керек. Сол уақытымен өзін ұстамаса, біз оған штраф ақшасын ұстап қаламыз, субсидиясын. Сосын жаңағы линияда 20 автобус болу керек болса, сол моментте бір автобус бұзылып шығып кетсе, штраф. Сразу екінші автобус кіргізу керек та, резервный автобус ұстап отыру керек. Сосын ДТП-ға түсіп қалса, штраф. Жаңағыда біреуден жалбы келіп түссе, мына автобустың іші кір, суық, анау штраф. Сонда неге тасымалдаушыға шетелде неліктен автобустардың бәрі таза не? Өйткені олар табыс көзінен айырылады. Сонда біз субсидиялағанда олар табысынан айырылатын болса, олар өз үшін істейді. Сіз үшін емес, мен үшін емес, халық үшін емес, өз үшін, өзінің табысы үшін автобусын таза ұстайды, толық графикпен жүргізеді, уақытысында келуіне өзі жаңағы қадағалап отырады, тасымалдаушы компанияның басшысы. Өйткені табысынан айырылады. Субсидия деген сол. Сондықтан біз соған жетуіміз керек. Ол енді әрине ауызбен айтқан өте оңай, іске асыру өте қиын. Соны біз кезең-кезеңмен енгізіп келе жатырмыз.